ұнамайды. Мен өзім айттым да, айтам да, бізде Жаңғыз патша бар, ол Нұрсұлтан. Патша мінезді адам 30 жыл отырып өзінің тағын береді. Ол тағын берсе де, оның иелері Қазақстанның 4 бұрышын басып тұр. Дұшпандардың күшін кіргізбей. Тақтан өзі беріп кетсе де, ол кісінің иелері басып тұр. Дұшпандарды кіргізбей, ұстап. Бірақ оны ел түсінбейді ғой. Менің ұстазым айтып кеткен, Нұрсұлтанда 7 тау мен 7 көл тіреп тұр. Ол қазақтың басына берген тағдыры, бірақ оны ел түсінбейді жаны, солай өтетті. Олар жазу. Ал енді айланып келсек, мына гениальность в том, что кого оставить после себя. Кімді қалтыру? Тақтан кету жеңіл. А вот орныңа кімді қалтыру? Сол қиын. Ол кісі дұрыс адамды қалтырып кетті. Бір адам Қасым-Жомартқа келіп, сен жедің, іштің деп айта алмайды. Себебі Қасым-Жомарт ішпеген, жемеген адам, себебі оның саны 8, миссиясы 4. 8 деген тәртіп, миссия 4 деген адал, ақиқат. Менің миссиямда сондай 4. Демократия. Менде 4 қой. Трансформация, демократия. Енді қазір сіздер естісеңіздер Қасым-Жомартты. Ол күнде бәрімізге мақсат береді. Байқадыңдар ма? То есть 4 деген миссиясы адам мақсатшы болады. Сен ананы істесен, мынаны істесен, мына ылғи мақсат. Мақсатшы адам. Түсіндіңіз бе? Но бірақ 4 деген сан, Ленинді алсаңыз, Ленин айтады. Землю крестьянам, фабрики рабочим. Каждая кухарка может быть министром. То есть демократия. Миссия 4 болса, сол демократияны орнатады. Дисциплина, демократизация қазір болып жатыр Қазақстанда. Түсіндіңіздер ме? Ал енді өздерің ойлап көріңіздер. Енді бұл тәртіп деген, бұл өте қиын нәрсе. Сен тәртіптен налогыңды төлеуің керек, сен тексересің, сен тәртіппен жүресің, Европада секілді өмір сүресің. Сен сол кезде Нұрсұлтанның қасиетін түсінесің. Бұның бәрі бітеді скоро. Солай?